Көресінді көрмей, көрге кірмейсін. Атам қазақтан сөз қалған ба? Осы сөз үнемі жадымда жүреді. Қазір айналамда менің қатемді қайталаған жандарды көрсем, әңгімені осы бір ауыз сөзден бастаймын деген оқырманымыздың хикаясы тыңдаған жанды бей-жай қалдырмайды. Өкініш толы өмірін баяндаған кейіпкеріміздің тағдыры шынымен ауырақ. Сонымен кейіпкеріміздің айтуынша, ауру әйелі бар ер азаматтың басын айналдырып алғаннан бастап сол жағымсыз әрекеттері қазір алдынан шығып жүр екен. Міне, осы себепті де өз қатесін басқалар қайталамағанын қалап, көпке ой салғысы келеді. Әдемі қыз едім, жап-жаспын, өзімді ақылды сезінетінмін. Көп кедергілерден ақылға салып, сәтті өттім. Тұрмыс құратын уақытым келді. Тенімді тауып, отбасын құру арманым болды. Тұрмысы жұпыны отбасында өстім. Көп балалы болдық. Оқуымды жақсы оқып, қалаған мамандығым бойынша жұмыс істеп жүрдім. Қандай жағдай болмасын, қалталы азаматқа тұрмысқа шыққым келетін. Айналамдағы еркектердің ешқайсысы менің көңілімнен шықпады. Сөз салғандарға мойнымды бұрып та қарамадым. Не бір мықты азаматтар болды. Бәрінің қолын кері қайтардым. Сондағысы, олардың ешқайсысы мен ойлағандай бақуатты болмаған еді. Бір күні құрбыларымызбен көңіл көтеруге жиналдық. Жанымыздағы үстелде бірнеше жігіт отырды. Жасы бізден үлкен азамат екені көрініп тұрды. Шамалы уақыттан кейін екі үстелдің адамдары араласып кеттік. Көңілді отырыс басталды. Арасында бір жігіт қатты ұнап қалды. Менен 5 жасқа үлкен екен. Әңгімелесіп, арасында билеп жақсы отырдық. Ойы, бойы, бәрі мен ойлағандай болғанымен, ақшасы тым көп емес екен. Тұрмысы орта жігіт. Бірақ сонда да ақшам жоқ деп кері бұрылмадым. Қатты ұнады. Отырыс аяқталған соң мені үйге жеткізіп салды. Сол күні өзімді бақытты сезіндім. Ертеңіне жеке кездесуге шақырды. Мейлінше әдемі болып баруға тырыстым. Оның қолында неке жүзігі бар еді. Отбасылы адам екені артық сұрақ қоймай-ақ білініп тұрды. Бұл да маған кедергі болмады. Біз кездестік. Бар шындықты айтты. Әйелі бар екен. 2 жылдан бері қатты ауырады екен. Ортақ бір қыздары бар. Егер қаласам, өзінің дәл осы қалпында қабылдауымды, ал қаламасам, бұл кездесуден кейін кездеспейтінімізді айтты. Алғашында кездесуге келіспейтінімді айтқанмен, кейін келе қуаныш кезімде де, мұнайған сәтімде де өзімді соның жанынан табылатын болдым. Біздің танысып бірге жүргенімізге 6 ай уақыт болса да, ол әйелімен ажырасу жайында сөз қозғамады. Керісінше, әйелі мен қызын тастамайтын айтып жүретін. Сонда мен сенің көңілдесің болуың керекпін бе деген сауалыма, сен басында келіскенсің, мен саған басында айттым ғой, деп жауап беретін. Оған ренжігеніммен бәрібір одан кете алмадым. Мүмкін шын жақсы көргендіктен болар. Бір жылдай уақыт өткен соң, ойламаған тұста жүкті болып қалдым. Оған бірден айтпадым. Ең алдымен әпкем мен құрбыма айттым. Олар онсыз да менің бұл әрекетімді құптамайтын. Бір күні өзім зардап шегетінімді айтып, үнемі ұрсатын. Әпкем екеуміз тіпті жиі сөзге келіп қалатын едік. Аяғым ауыр болған соң, мүлдем ашуланшақ болып кеттім. Ешкімді тыңдамадым. Жанашырлары маған жақсылық ойлап тұрау деген ой басыма да кіріп шықпады. Бар ойым жігітімді әйелінен ажырастыру еді. Өзімді сол адамға байланып қалғандай сезіндім.
онсыз өмір бос сияқты болды. Уақыт өткен сайын маған жиі келетін жігітім де келуін азайтты. Өзім көзім қарайып, ашуланшақ болып кеттім. Жүкті екенімді айтуға батылым жетпеді. Маған келген күнінде өзінде де әйелі хабарласса, қызы хабарласса, бірден үйіне қайтатын. Алғашқыда бәрі тамаша болғанымен, арада уақыт өткен сайын біз алыстап бара жатқандай сезілді. Мұның өзінде оның әйелін кінәладым. Бір күні жігітімен қатты ұрысып қалдық. Ашу үстінде оған аяғым ауыр екенін айтып, егер ажыраспаса, мені де баласында қайтып көрмейтінін жеткіздім. Баламыз болатын айтсам да, оның тарапынан қуаныш байқамадым. Бала жайлы ештеңе айтпады. Дәл осындай қызғаншақтығым жалғаса берсе, ара қатынасымыз жақсы болмайтынын ескертті де есікті тарс жауып кетіп қалды. Қатты қиналдым. Сол ашумен барып, әйеліне бір жылдан бері күйеумен бірге екенімізді және біздің арамыздағы жалғыз кедергі сол екенін айттым. Ақылым басыма келгенде бәрі кеш еді. Ертесінде әйелі онымен ажырасуға шешім қабылдаған. Қатты ашуға басқан күйеуі маған келіп, өзің енді қайтып көрмейтінімді айтты. Сонымен 2 аптадай хабарсыз кетті. Мен оны іздеп кешірім сұрасам да елеген жоқ. Маған да ауыр тиді. Неше рет баланы алдыртып тастасам ба деген ой келе беретін. Бірақ ондай қадамға бара алмадым. Бір күні оның әйелінің қайтыс болғанын естідім. Көңілім қатты түсті. Алайда енді маған келеді деп ойладым. Айтқанымдай, арада бір ай өтпей ол қайта оралды. Қатты қиналған екен. Айтуынша, әйелі мен оған бар шындықты айтқанда ажырасуға бекінгенімен кейін өзінің аз уақыты қалғанын сезіп, қызы үшін ажыраспапты. Қызының есінде әкесі жақсы адам болып қалуын қалапты. Осының бәрін айтқанда ол қатты жылады. Мен оның қиналған сәтінде тыныштық сыйлағым келді. Ол іздеген тыныштықты мен жанымнан табуын қаладым. Жігітіме уақыт бердім. Бірден үйрене қояйық деп асықтырмадым. Бірақ ішім біліне бастағанда не істеймін деп те уайымдадым. Ішім шықпай-ақ ішімдегі сәби мені тастап кете барды. Қыстың күні еді. Жұмыстан шығып келе жатқанымда аяғым тайып, қатты жығылдым. Ауруханаға барып, дәрігерлер қанша құтқарып қалғысы келсе де, баладан айырылып қалдық. Мен сияқты ананы қаламаған болса керек. Мендегі нағыз ауыр қайғы сол сәттен басталды. Ненің жазасын өтеп жатқанымды білдім. Ол әйел көз алдымнан кетпейді. Жылаған баланың даусы да. Құлағыма 5 жасар кішкентай қыздың анасыз қалдырдым деген өзімді өте кінәлі сезіндім. Мен сорақысы, содан кейін бала көтере алмадым. Тұрмысқа да шықпадым. Ол жігітпен де арамызда бәрі бітті. Басқа адамға үйленіп кетті. Екі ортада тымсыз қалған мен болдым. Әлі күнге ауру әйелдің алысына қалғанымды сезем. Сол бір қателігінің жазасын өтеп келем. Өте ауыр. Нәзік жанды аурулар. Ешкімнің аласына қалмаңыздар. Кезінде әпкем мен құрбымның айтқанын тыңдап, ол адамны аулақ жүргенімде қазір бәрі басқаша болар ма еді. Бірақ бәрі кеш. Өткен іс орнына келмейді. Мүмкін сол әйелдің ерте өмірден қоштасуына себепкер болған шығармын. Кішкентай қызының да көз жасы әйелін де қарғысы жібермеген шығар. Мұны түсінгенімде бәрі кеш болды. Тағдырымды ешкім қайталамаса екен. Менің оқиғам біреуге сабақ болса екен.